Ассалаумағалейкум, құрметті сүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен және біздің тауықтар. Бүгін желтоқсанның 5-і. Біздегі тауық қорадағы жаңалықтар мен өзгерістер. Мен алдында біле білсеңіздер, мына жақта вообще 9 квадрат метр жерге 50 тауықты бөліп орналастырған болатын. Қазір тауық бар, ар жақта балапандар болған, бер жақта тауықтар болды. Тауық пен балапанның бәрін қосып, біріктіріп жібердім. Арада осындай окошко істеп қойдым, ары бері өтіп жүреді. Туатындар келіп осы жаққа келіп туып кетіп жүр. Ар жаққа барып жүретіндері осы окошко арқылы ар жаққа өтеді. Мұндай майда қораздар қосылды, балапан қораздар. Тоже басып үйреніп жүр тауықты қазір. Қораздар көп болғасын, кішкене уже тауық басып бір-біріне мешать етпейтін болған. Алдында мынау тар жерде, бір-бірін шұқып, бір қораз бір тауықты басып атса, екіншісі кеп шұқып, сондай бір келеңсіздіктер болған, бірақ қазір оның бәрі жоқ. Арғы бет, бері бетте жүріп, тауық басатын. Тауық басуға деген ешқандай кедергі жоқ қораздарға. Үйренді бәрі бір-бірін. Так, бізде тауықтар жұмыртқалап жатыр. Әр түрлі енді күнде 20-ға шықты, қазір 20-ның үстіне шықты, даже 20 шыпыт. Туды ғой дейм, ең көп туған. Ақырындап шетінен кіріп атыр жұмыртқаға. Азында бір, кешкісін бір жинап атыр жұмыртқаны. Жаңа жинағам, қазір көстім. Мұнда шелекке салып қойдым. Қазір ғана жинап алған жұмыртқа. Осыны жұмыртқаға ақырындап кіріп атыр. Так, полға опилкадан қарағанда шөп төсеген дұрыс болады екен. Шөп деген өйткені жылуды да ұстайды, влага да аз болады екен шөппен. Мына жер пайша құп-құрғақ пол деген. Вентиляция алдында бір кісі сұрады менен, вентиляция жайлы видео түсіріш деп. Мына 3/3 кішкентай 9 квадрат метр жерге мен осындай форточка сисағам, окошко. Керек кезінде осыны ашып алам. Мына жақтағы майда шеде тесіктермен ауа айналады мына ішінде. Онда қатты влажность жоқ мұнда. Бәрі құп-құрғақ, потолок бар, жер бар, бәрі құрғақ. Ал енді ар жақта бөлек помещение бар, жаңадан салынған биыл. Соның ішіне енді вентиляция істедім мен. Так, қазір тоже вентиляция жайлы айта кететін болам, қалай жұмыс істеп тұрған. В общем, біздегі вентиляцияның трубасы міне на стенада тұр. Ауаны ішке тартатын окошко мынау тұр міне. 20-да 20 сантиметр размері. Керегінше жылжытып былай ашып жауып отырам. Қатты аяздарда кішкене тесік болса жетеді, ауасы ұруға, өйткені қатты суықта мынаны суып кетеді. Ал қазір кішкене жылылау ауа райы, сол себептен осындай қатты ашып қойсақ та болады. Бағана күндіз ашып қойғам, негізі кеш болғасын кішкене жауып тастадым. Енді вентиляция қалай жұмыс істейді десеңіздер, осы окошко мен мынау труба екеуі бір-біріне қарама-қарсы стенада орналасу керек. Себебі мына жақтан сорған ауаны мынаумен айналдырып апарып, жоғары қарай сорып алып кетеді. Ол қалай сорады десеңіздер, так, қазір трубаны көрсетем. Сыртта анау окошкадан сыртқа шығарған трубамыз. Қазір мына жақтағы трубаны көрсетем. Міне, мына труба жаңағы окошкадан 1,5-2 метрдей биік болса дұрыс болады, өйткені ауаны жоғары қарай жақсы тартып алып кетеді. Вентиляцияның жұмыс істеуі солай.
Мен бұны бір емес, бірнеше рет тексеріп көрдім өзім. Спичка, свеча жағып, қалай ауа сорып тұрды. Бұлай қолмен ұстасаңыз, өзі білінеді негізі ауа сорып тұрған. Бірақ қазір түсінікті болу үшін спичка жағып көрсететін болам. В общем, мына ішіндегі влаганың бәрі осы трубамен шығып кетеді. Мынау бір труба, ертең тағы бір труба қойғым келіп тұр. Осылай ұзыннан қойып, потолоктағы мен тартатындай. Оны кейінде істеймін, пока осының өзінде былай влага қатты емес іште. Так, мұнда туатын жер істей сағам. Бірақ бұл жерге туып жүрген жоқ, ар жаққа үйреніп қойған, тауықтар сол жаққа туады барып. Ал мұнда жайылып, ішінде бір мезгіл солай жүреді үшін. Міне мынау жас қораздар ғой, қосылған. Олар уже тауық басып үйренді қазір тауығымен бір-біріне мешать етпейді. Мынау үлкен қораз, мысалы жаңа басқан кезде ешқандай барып шықып не істеген жоқ. Үйренді үшін бір-біріне бәрі. Так. Енді трубаның қалай тартып тұрғанына келетін болсақ, мен қазір көрсетем. Спичкамен жағып қалай тартып тұрғанын. Бір қолмен ыңғайсыз, менде андай штатив деген нәрселер жоқ. Просто алып қолмен түсірем видеоны. Қазір сіздерге көрінетін шығар деген ойдамын. Тұрғанмен. Міне, ішке қарай қалай тартып тұр. Видео жарық болып кетті ме, бір нәрсе болып кетті ме? Так, дұрыс көрінбеді ғой деймін. В общем, тартып тұр ғой, былай айтқанда ауаны. Күшті тартып тұр прям. Жоғарыдағы труба неғұрлым биік болса, соғұрлым жақсы тартады негізі. Мына ішінде влага бар, басқа бар, бәрін әдемілеп тартып алады ол үшін. Қазір вспышкамен түсіріп көрейінші. Міне. Ішке қарай қалай тартып тұр. Дұрыс көрінбеді үшін. Мен телефон сынып қалып, үшін басқа телефонмен түсіріп жатырмын. Мына экран дұрыс көрсетпейді. Үшін ауаны солай тартады. Істейтін болсаңыздар, солай істейсіздер. Мені қарама-қарсы бетке осылай орнатасыздар. Ана жақта регулировка жасау үшін, үлкейтіп, кішірейтіп, ашық қою үшін солай істесеңіздер болады окошканы. Мына жақтағы трубаны сол окошкадан, ана окошкадан 1,5-2 метр биік қылып шығарасыздар үшін ауаға. Желмен үшін тартып алады. Былай түсінген адамға қиын ештеңе жоқ негізі. В общем, вентиляцияның жайы сондай бізде. Так. Менде пока бұл жерде бір ғана жылытқыш тұр, мындай керамический, сондай жылытқыш. В общем, нормально жылу беріп тұр қазір. Скоро мына лампочканың орнына ма, или бөлек бір жерге инфракрасный лампа қоятын шығармын, жерге жақындау басына барып, чтоб тауықтар жылынатындай. Осы бөлмеге біреуін қоям, ар жаққа біреуін қоям. Мен нормально болу керек. Бір екеуі түшкіріп жүр тауықтың. Мен ешқандай витамин, ештеңе бермеймін. Кәдімгі қызыл бұрыш бар ғой, чили. Сондайды турап, майдалап, жеміне бір мезгіл араластырып берем, аптасына 1-2 күн. Сонымен қойып кетеді үшін бәрін. Так. Жалпы сол біздегі. Так. Басқа не қызық? Сол айтатыным, потолокқа мүлдем пеноплекс салмаңыздар. Мал қора болсын, тауық қора болсын. Пеноплекс деген ауа жібермейді, сосын бәрі терлеп тұрады екен. Қазір, міне, пока. Бүгін істедім ғой енді, бірақ осының өзінде ешқандай влага, терлеп тұрған ештеңе жоқ.
Мен пенаплекс салған күні сол күні ақ терлеп кеткен негізі, бірақ оған қатты мән берген жоқпын өзім. Нормально болатын шығар, кететін шығар. Мына вытяжка істесем, в общем, нормально болады деп ойлаған, бірақ вытяжка көмектеспейді екен. Өйткені мынаның бәрі терлейді, соның бәрі шешсе су болып ағады. Сосын тауықтардың аяғы тоңып, в общем, мынаның ішінің бәрі влажный болып кетеді ғой. Так. Жалпы жаңалық осы. Осылай жұмыстан келіп бір мезгіл демалып, осы тауықтармен алысамыз енді қысы бойы. Өйткені басқа істейтін шаруа жоқ үйде. Бар қызықтайтыным осы тауықтар. Тауықтармен алысам ғой, былай айтқанда. Сосын алдында бір кісі комментарий жазып жіберді. Намыстанбайсыңдар ма сендер? Ер жігіт деген жылқы бордақылау керек, мал бордақылау керек, тауық бағуға ұялмайсыңдар ма деп. Онымен күн көре алмайсыңдар сендер деп. Жалпы негізі, Аллаға шүкір, негізгі өзімнің жұмысым бар істейтін. Тауық деген нәрсе мен бала кезімнен өзім ұнайды, маған тауық баққан. Сол себептен өзіме хобби, демалыс ретінде ғана ұстаймын тауықтарды. Әйтпесе осының жұмыртқасын сатып, немесе етін сатып күн көріп отқан жоқпын. Құдайға шүкір, еңбектеніп жатырмыз, еңбегіміздің жемісі бар. Әйтеуір осы тауықтарым мен демалысым. Мысалға мен өзім темекі шекпеймін, арақ ішпеймін. Осындай бір хобби керек, қызық керек маған. Демалыс керек. Біреулер бар енді арақ ішіп демалады, біреулер пиво ішіп демалады, біреу шөп шегіп демалады деген сияқты. Мен өзім осы тауықтармен алысып, осы мен үшін демалыс. Сонау түнгі 11, 12, 1, 2-ге дейін жүре беремін осылармен алысып, мысалға. Өйткені өзіме ұнайды. Сол себептен ғана ұстап жатырмын тауықты. Енді тауықпен мен күн көріп отырмын деп айта алмаймын. Енді тауық ұстағанның бір плюсы, қолдың жұмыртқасын жейсің, атылған сатасың. Мысалға ертең мысалға көктемде инкубацияға жұмыртқа сатсаң, оның өзі қаншама ақша болады. Сол себептен тауық ұстағанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Тем более қазіргі заманда. Өйткені қазір мал ұстауға, тауық ұстауға, құс ұстауға қызығатын адамдар аз ғой, үшін кем деген. Жалпы сондай. Так, мендегі мынау кучинский балапандар өсіп қалған сияқты ма, өзіме білмеймін. Уже бәрі мекен болып қалған сияқты. Так, мыналар туып тұрған тауық уже көрініп тұр, айдары қап-қызыл бәрі. Мыналар енді кіретіндер, міне майда балапандар. Кішкентай әлі. Барковский. Скоро бөлем. Осыған атеш керек болып тұр, маған атеш табу керек осы Астана маңайынан. Жалпы бөліскім келген видео осы. Біздегі жалпы жаңалық осы. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Осылай. Құс ұстау ойларыңызда болса, құс бағыңыздар, қызығатын болсаңыздар. Былай ойбай тауық ұстау қиын, анау дейтіндерге ондай қиын емес ештеңе. Өзіңізге ұнайтын болса, өзіңізге жағатын болса, осындай тауық баққан, құс баққан ұстап көріңіздер. Мынау деген демалыс, мен сіздерге айтайын. Керемет демалыс адамдар үшін. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.